Сәлем достар, қалайсыздар? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Жаңадан қосылып отырсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Мен көптен бері сіздермен ешқандай видео түсірмедім. Ол себептері көп. Менде бірінші сессия болды, сессияға байланысты. Бүйтіп сессия қатты тіреліп тұрған жоқ. Просто демалайын деген оймен ешқандай видео түсірмедім. Енді мен видео түсіруді бастаймын. Бүгін 23 мамыр. Мамыр. Мен кеше ғана сессиямның ең соңғы емтиханын тапсырып, классына болды. Негізі карантинде біз сессияны жақсы, ойдағыдай бәрі күшті болды. Сөйтіп, сабағымды бітірдім, барлығын ойдағыдай, өзімнің ойлағанымдай бәрі күшті өтті. Мен сабағым біткенше қалада болған болатын. Енді онлайн түрде болғаннан кейін сетке байланысты қалаға мен барған болатын бір айға. Сосын енді бүгін үйге қайтып келе жатырмын. Бүгін үйде бүгін 23 мамыр болғаннан кейін бүгін арапа, яғни ертең ораза айт басталады. 3 күндік соған байланысты әртүрлі заттар пісіргенге мен торттың заттарын алдым. Бүгін торт жаққа бардым. Торттың заттарын алуға өте күшті заттар алдым. Өзіме ұнайтын деген сияқты. Соны сіздерге мен үйге барған соң көрсететін боламын. Менің влогтарым қызық болады деген үміттемін, себебі көп уақыт бойы ешқандай видео түсірмедім. Қазірше менің шабытым күшті ашылып тұр влог түсіргенге. Сіздер менімен бірге болыңыздар, қызықты болады деген ойдамын. Бүгінгі алған заттарым креметик, калбани, маскарпоне, сосын шоколадтар, домалақ, сосын мартик алдым. Мынау сахарная пудра, крахмал и краситель. Осындай алдым. Шақ алдым и мынандай төрт краситель. Сары, жасылдау, қызыл и оранжевый цветті. Ең маңызды кремге пуратус алдым и сливки алдым. 33%-тік. Вот такой екеу алдым. Қазір мен үйге келдім. Қазір мына столдың үстін жақсылап тұрып жинастырып тастаймын. Одан кейін торт пісіруге кірсем, мына торттың заттары дегендер бар, соларды қайттан жинастырып, жиын деп шашып тастадым. Мына мен жаңадан алған заттарым, бұларды сіздерге кейін бүйтіп точка-точкасына дейін айтам. Бізге ертең ораза айтқа, мынандай чак-чак. Чак-чак негізі көп істегенбіз, просто бітіп қалды. Тоқаш и мынандай чак-чак домалақ. Қазір мен сосын мясной салат істедік. Бүгінгі алған заттар менің осындай пирог пісіретін ыдыс, кішкентай размерде. Сосын орташасы. Осы екеуін алдым. Одан кейін мындай торттың бетін түзілейтін утешки дейді. Үтік сияқты типа. Осындай. Сосын мынандай торттың қолмен ұстайтын түйілейтін. Мынандай щетка. Потом мындай әртүрлі сандар бар. 0-ден 9-ға сандар бар. Осындай. Және мынау қалайд силиковый пленкама. Дұрыс. Силиконовый коврик екен, 46 размер. Мынандай кексін ыдыстары. Мынандай менде домалақса бір номер. Және де мынандай десерт жасайтын ыдыс. Вот, 100 теңгеден екен. Қазір мен пепиро тортын жасайын деп жатырмын. Миксерімді дайындап қойдым, заттарымды дайындап қойдым, только енді сүт піскенін күтіп тұрмын. Вот. Бүгінгі менің жаңадан алған затымды бүгін қолданам. Сен сүйгенде соқыр болдым неліктен, жүректегі сенсің мұзды еріткен. Енді мені кешір жаным, енді мені кешір жаным. Сен сүйгенде соқыр болдым неліктен, жүректегі сенсің мұзды еріткен. Енді мені кешір
Біреу бағалай алмадым менің қателігім сенен айырылып қалғаным қаншама арман Қазір енді кремін дайындаймыз. түбінде бәрібір бірге болмадық білесің бе ботақан сені көктен саңғытпаған сенің қасыңда қалаған болсын деп жақсы адам сендей періштеге лайықты жақсы адам сондықтан ертегіде мені алып тастаған мені алып тастаған мені алып тастаған